Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard has called a stop to this contest at 4 minutes, 8 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Alex Poatan Pereira. Құттықтаймын мырза. Менің жанымда жартылай ауыр салмақ дивизионының чемпионы жеңімпаз Алекс Перейра. Алекс, сен оны жойқын соққыңмен құлаттың, сол жақ хукпен есеңгіреттің. Және шынтақпен қосқан соққыларында керемет болды. Бірақ төрешінің шешімі сені таңғалдырды ма? Жоқ, таңғалмадым. Әуелі мен оны оң қолымның соққысымен есеңгіреттім, сосын сол жақ хукпен құлаттым. Ол тек осы соққылардың әсерінен аяғыма құлады. Бұл оның тарафынан аяққа өту болған жоқ деп есептеймін. Сондықтан төрешінің шешімімен келісемін. Иә, ешқандай күмәнсіз, сен оны жеңдің. Сен бар болғаны 11 жекпе-жектен кейін 2 дивизионның да чемпионы болып тұрсың. Бұл туралы не айтасың? Иә, мен өте қуаныштымын. Жанкүйерлерге рахмет айтқым келеді. Және дәл осы жерде, Нью-Йоркте, Мэдисон Сквер Гарденде екінші титулымды ұтып алу мен үшін әрине фантастика. Сондықтан мен өте бақыттымын. Өз командама және отбасыма алғыс айтқым келеді. Жақсы, дәл қазіргі сәтте Джамал Хилл да осында. Джамал Хилл осы дивизионның чемпионы болған, бірақ жарақатына байланысты титулды босатуына тура келді. Ол сенің келесі қарсыласың болып қалуы әбден мүмкін. Иә, мен әрдайым белсендімін. Көп күткім келмейді. Жиі төбелесуді қалаймын. Және белсенді чемпион болғым келеді. Және Джамал Хилл жарақатынан айыққанша мен келесі жекпе-жегімді өткізіп үлгеремін деп ойлаймын. Жақсы, құттықтаймын мырза. Келесі жекпе-жегіңді асыға күтеміз. Ханымдар мен мырзалар, жартылай ауыр салмақ жаңа чемпионы Алекс Перейра. Менің ойымша, және Дэниел Кормиенің ойынша, және тағы да көптеген адамдардың есебінде бұл төреші тарапынан болған жекпе-жекті тоқтату сәл асығыс болды деп ойлаймыз. Бұл туралы не айтасың? Иә, менің ойымша бұл шешім дұрыс деп ойлаймын, өйткені ол мені құлатты. Бірақ білесің бе, мен ешқашан тоқтамаймын. Мен берілмеймін, өйткені нағыз жауынгермін. Сондықтан дәл бұлай қырсық болып тұрады, бірақ маңызды емес. Мен үшін бұл үлкен сабақ болды. Және мен бұнымен жұмыс жасаймын. Және бұл қателігімді түзетіп, бұдан да мықты болып ораламын. Әрине бұл менің қателігім болды, бірақ дәл қазір рахмет Алекс, осы жекпе-жек үшін саған алғыс білдіремін. Мен бұл жекпе-жектен көп нәрсе түсіндім. Мен ораламын, қайтып келемін. Біз сенің қайтып келетініңе сенімдіміз, оралуыңды күтеміз. Ержа Прохаска, ханымдар мен мырзалар. Рахмет, сэр.